Мен Олжас Сүлейменовті көп оқыдым, оны мифология мен тарихты тексеріп, сараптауға пайдаланамын. Ол мәтінді тексеріп, сөздің төркінін іздейді. Тарихты, мифологияны, географиялық талдауды, фольклор мен лингвистиканы бір арбаға жегу арқылы рухани тарихқа, ұлт дүниетанымының тарихына үңілемін. Үйрене келе, ол кісілердің әлсіз тұстарын байқайтын болдым. Олжас ағаның бұл бағыттағы материалдары жақсы, бірақ тиянағы аздау. Фольклорды зерттеушілер баршылық, мәселен, Бердібаев қатарындағы ғалымдар. Олар әдеби тұрғыдан, әдеби көркемдікті зерттеуде мықты. Ал жыр тарихына, мифологияға, қазақтың рухани космосына келгенде аяқтарын аттап баса алмай қалады. Мен осы кетіктің кірпішін іздеп жүрген адаммын. Біз үлкен ғылыми зерттеу әдісі, зерттеу бағыты немесе зерттеу мектебі, қазақ мифологиялық ғылыми мектебі табалдырығында тұрмыз. Мүмкіндік мол, тек сол мүмкіндікті жүзеге асыра алсақ жарағаны. Бұл іске мүмкіндігінше көп оқу, білу, сосын адалдық керек. Қазақы діл, сана қайта сілкініп, дұрыс қалыптасын десек, қазақты өзіне өзі өтірік айтудан бойын аулақ салуға үйрету керек. Бары бар да, жоғы жоқ болсын. Сонда да біздің рухани байлығымыз кемімейді.